19 насихат. Ұлы әрі құдіретті Алла бұлай дейді. Ей адам баласы, сабыр ет және кішіпейіл бол. Сонда мен сені дәріптеймін. Маған шүкір етсең, мен саған молшылық беремін. Маған тәубе етсең, мен кешіремін. Маған жалбарынсаң, мен жауап беремін. Маған тәубе етіп қайырсаң, мен оны қабылдаймын. Маған сұрасаң, мен беремін. Садақа берсең, мен несібемді берекелейтемін. Туыстық қарым-қатынасты сақтасаң, мен өміріңді ұзартамын. Маған ұзаққа денсаулық пен амандық, жалғыздықта құтқару, ниетте шындық, тәубеде Аллаға құлшылық, азға қанағатта байлық тіле. Ей адам баласы, сен тойған кезде Аллаға қалай қызмет етесің? Сен байлықты сүйгенде Аллаға қалай махаббат қыласың? Сен кедейліктен қорыққанда Алладан қалай қорқасың? Сен дүние құмарлыққа ұмтылғанда пәк болуды қалай қалайсың? Сен мұқтаждарға көмектеспей, сараң болып Алланың разылығына қалай қанағаттанасың? Сен дүние құмарлық пен мақтауға деген сүйіспеншілігіңді ұстап отырып, жәннатқа қалай қол жеткізесің? Сен білім жетіспесе де, бақытқа соншалықты қалай ұмтыласың?